Ақтөбе облысы Темір ауданы Кеңқияқ орта мектебі 1984 жылғы түлектері мектеп бітіргенімізге 40 жыл толуына орай ортамыздан ерте кеткен ұстаздарымыз бен сыныптастарымызды сағынышпен еске аламыз. Мектеп бітіріп, аттестат алып, арман деген қиялдың кемесіне мініп, бәріміз әр тарапқа кеттік. Өмірдің уақыт деген пәт шағарына бағынып, жан-жақта тіршілік қамымен жүрдік. Десе де, бірге оқыған сыныптастардың сағынысып, қауышар кезінде арамызда бола алмай, өмірден ерте озған аяулы ұстаздарымызды, бірге оқыған достарымызды еске алмай, Құран бағыштамай қалу мүмкін емес. Мектеп табалдырығын аттаған кезіміздегі алғашқы ұстаздарымыздың бірі Спагамбетова Гүлсім Мұстафа қызы. Екінші анамыздай болған, білім нәрінен бөлек келешек өмірімізге естен кетпес бағыт-бағдар берген аяулы ұстазымыз Баймағамбетова Жақия апайымыз. Орыс тілі мен әдебиетінен білім нәрімен сусындатқан Нұрмаханова Қамыш апайымыз. Химия пәнінің қыр-сырын меңгертіп, Менделеев кестесін үйреткен Жұбаналиева Үрпатша апайымыз. Үлкен өмірге жаңа ғана аяқ басып, балдәурен өмірдің қызығынан ерте кеткен кластасымыз Боранқұлов Толик Сағынғалиұлы. Ерен еңбек иесі, қажыр қайратты, үлкен отбасы мүшесі, балаларының ортасынан жұбайы ләззатпен ерте ақыретке өткен Жүндібаев Жарас Қырланбайұлы. Қара күш иесі, ақ жарқын, ақ көңіл, жарқылдаған азамат, досымыз, кластасымыз Әлдешев Сағидолла. Еңбекқор, ортасының жарқылдаған сәні болған, жұмыс басындағы қайғылы жағдайдан өмірі үзілген Рысбеков Рақымжан Батанұлы. Жандары жәннатта, тәндері рақатта, орындары пейіштің төрінде болсын деп Алладан рақым тілейміз.